Бисмилля, вальхамдулилля, вассалау вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Медициналық курстың екінші томы, 13-ші сабақ. Ад-дарсу ат-талиса ашара. Так, мына жақта міне кесте берілген, етістікті толық жіктеп шығу кестесі. Әл-муфраду жекеше тұр, әл-жам'у көпше тұр. Мына жақта етістіктің барлық көпше тұры, мына жақта жекеше тұры. Енді міне әл-ғаибу үшінші жақ, әл-мұхатабу екінші жақ, әл-мутакаллиму бірінші жақ. Бұның әрқайсысы ертегінде және әйелтегінде болып бөлінеді. Былайынан оқитын болсақ, үшінші жақтағы етістіктер хамидун ол, ядхабу бара жатыр, аминату тафхабу амина бара жатыр. Әйелтегінде. Хамидун ва алиюн ва хашимун ядхабуна, хамид, али, хашим бара жатыр, аминату ва марьяму ва зайнабу ядхабна. هو يذهب هي تذهب هم يذهبون هن يذهبن أنت تذهب سين бара жатырсың أنتم تذهبون сендер бара жатырсыңдар ертегінде. Дәл осылай әйелтегінде أنتِ تذهبين أنتن تذهبن сен бара жатырсың сендер бара жатырсыңдар. Әйелтегінде Анна азхабу мен бара жатырмын, нахну назхабу біз бара жатырмыз. Ең маңыздысы, әзірше мынаның барлығын жаттау қиын болатын болса, бірінші жекеше түрде барлығын жаттап шығыңыз, міндетті түрде жекеше түрде. Сосын мына ертегінің көпшесі мынау екеуі, сосын мынау. Мына адамдардың көбісі шатастыратыны осы әйелтегінің көпше түрі. Өйткені бұл басқа тілдерде жоқ нәрсе, енді көптеген тілдерде жоқ. Сол себепті бұны жаттау, бұған көңіл бөлу адамдарға қиын болады. Ең бастысы мыналар жаттаңыз. Және мына ертегінің көпшесі, мынау екеуі, сосын мына бірінші жақтың көпше түрі. Екінші жақ, бірінші жақ. Так, тамарину. أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Так, келесі сөйлемдерді захаба етістігін оны бір сәйкес намерге жалғаннан кейін осы шақта қойып толықтыр дейді. Мысалға, бірінші сөйлемді оқиым. Фи айи саатин тадхабина илал джамиати я Аишату. Университетке қай уақытта барасың? Сағат нешеде барасың? Аиша. Тадхабинаны қойдық. Дәл осылай сәйкес келетін дамирді жалғап захаба етсін осы шақта толтырып шығамыз. Видеоны пауза басып жазбаша түрде орындап шығыңыз, кейін тексересіз. Ат-туллабу ядхабуна илал мал'аби бa'да ад-дарси. Оқушылар ойын алаңына, стадионға сабақтан кейін барады. Ана азхабу иля суқи йаумал джум'ати фақат. Мен базарға тек қана жұма күні ғана барамын. Мата тадхабуна ли зияратил мудири я ихвану. Ей бауырлар, директор зияратуға қашан барасыңдар? Умми тадхабу илал мусташфа кулла яумин ли аннаха маридатун. Менің анам больницаға күнде барады, себебі ол кісі ауырып жатыр. Так, я банати атадхабна илал мактабати кулла масаин я банати. Сендер так, мына библиотека күнде кешке барасыңдар ма, ей қыздар? Лима ла тадхабу илал матари ма'ана я Аббасу. Бізбен бірге аэропортқа неліктен бармайсың, я Аббас? Нахну надхабу илал джамиати би сайяратил уджрати. Біз университетке таксимен барамыз. Аби ядхабу илал маснаи фи саатил аширати. Менің әкем заводқа сағат 10-да барады. Ахавати ядхабна илал мадрасати бил хафилати. Менің қарындастар мектепке автобуспен барады. Келесі жаттығу. Так, акмил джумал ал-атия би вад'i фи'лин мудари'ин мунасибин фил фарагhi. Дәл сондай жаттығу, сондай тапсырма, бірақ бұл жақта захаба етістігін емес, кез келген сәйкес келетін басқа да етістіктерді осы жақта осы орындарға қойып сөйлемдер толтырып шығамыз. Так, я сайиди дейді. Атa'рифу лугата ал-арабиyyata я сайиди. Араб тілін білесің бе? Я мырзам, уа мырзам. Нахну нал'абу курата ал-қадами кулла масаин. Біз футболды күнде кешке ойнаймыз.
Афи махаджи'ил джами'ати таскунуна я ихвану. Сендер университеттің жатақханаларында тұрасыңдар ма, ей бауырлар? Ат-туджару яфтахуна дахкакинахум фи саати тасиати. Саудагерлер дүкендерін сағат 9 ашады. Так. Яктубул мударрису дарса аля саббурати. Оқытушы сабақты тақтаға жазып жатыр. Ахвату Хамзата ядрусна бил джамиати. Хамзаның қарындастары университетте оқиды. Ана ахфазул Qur'ана кулла сабахин. Немесе aqra'ul Qur'ана кулла сабах. Мен Құранды күнде таңертең оқимын, немесе жаттаймын. Фи ай махаттатин танзилу я ахи. Қай остановкадан түсесің, ей бауырым? Ухти تعرف ثلاث لغات. менің қарындасым 3 тіл біледі. تعرف أين من أي إذاعة تسمعنا الأخبار يا فتيات. қай радиодан жаңалықтарды тыңдайсыңдар, ей қыздар? Үшінші аты صحيح الجمل الآتية. келесі сөйлемдерді дұрыста дейді. Так. Я Марьяму. Видео пауза басып жазбаша дұрыстап шығасыз. Қателерді кейін жалғастырып тексересіз. Я Марьяму. أتعرف رقم هاتف المديرة. Ей Марьям. Мына жақта қате кеткен, соны дұрыстаймыз. Сен директор апайдың телефон нөмірін білесің бе? Я Марьяму أتعرفين رقم هاتف المديرة. يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. Оқушылар сыныпқа оқытушының кіруінен бұрын кіреді. Енді ядхулу болады, ядхулуна емес. Неліктен? Себебі бірінші етістіктір, сосын барып қана іс әрекетті орындаушылар. Сол себепті ядхулу туллабул фасла қабла духулил мударриси. Ат-табибату яхруджуна минал мусташфа фи саатил вахидати. Дәрігер әйелдер ауруханадан, больницадан сағат 1-де шығады дейді. Бұл жақта біз яхруджна дейміз. Яджлисна талибату джудуду фи саффил ахири. Жаңа оқушы қыздар соңғы сапта отырады дейді. Біз бұл жерде тәжлисуды аламыз, я? Жекеше түрін. Бірақ әйел тегінде. Тәжлису талибаты болады. Айна тәзхабна я ихвану. Қайда барып жатырсыңдар, я бауырлар? Айна тәзхабуна я ихвану. Ухти ядрусу фил мадрасати фанавияти. Менің қарындасым жоғарғы сынып оқушыларын алған мектепте оқиды дейді. Ухти тадрусу фил мадрасати фанавияти. Маза тактубуна я банати. Не жазып жатырсыңдар, я қыздарым? Маза тактубна я банати. Маза таакулина я Аббасу. Не жеп жатсың, я Аббас? Бұл бір мазақтау болады. Маза таакулу я Аббасу. Нахну ашрабул қахвата кулла сабахин. Мен кофені күнде таңертең ішемін. Нахну нашрабул қахвата кулла сабахин болады. Сатарджиу аби минар рияды фил усбуил қадими. Менің әкем Риядтан келесі аптада қайтып келеді, оралады. سيرجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. келесі تأمل ما يلي. келесі келген зертте дейді. Мені бізде қараңыздар, мынадай мәселе бар. Бүкіл жаттығуларда көбісінде мені بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Етістікті сәйкес дамирге жалғағаннан кейін деген сияқты. Ол қандай дамирлер? Етістікке бір дамир жалғасын деп тұр. Ол қандай дамирлер? Олар мына дамирлер. Қараңыздар. Ядхабу, мына я. Осы жердегі я харфул мудараати. Бұл осы шақ келер шақтың әрпі. Я, мына яй, та, алиф, нун. Бұлар хуруфул мудараа. Енді ішінде мына дамир мустатирді өтеміз қазір. Захаба. Енді мына захаба етістігі. Ал дамир қайда? Дамир бұның ішінде жасырын хуа. Дамирун мустатирун. Ядхабуна, мына яй арпы, бұл харфул мудараа. Захаба етістігі. Ал вау, мына вау осы фаил болады. Фаил. Вау фаил. Дамир дегеніміз осы вау арпы. Нун аламатур рафи. Бұл раф белгісі. Раф дегенде біз алдағы уақыттарда мына рафа деген бар, сосын насб деген сияқты бар, сосын жазм деген бар. Соларды біз алдағы уақыттарда грамматикадан дұрыстап толығырақ өтеміз. Қазір ана аламатур рафи дей салайық. Тазхабу
Так, жақсы. Қазір мен сіздерге мынау аламату раф'i деген нәрсе түсіндіре бастасам, дәріс қиындап кетуі мүмкін. Мынаған қатты мән бермей қойыңыз. Бұған алдағы уақытта қайтып оралсақ болады. Егер осы осы мысал бойынша, осы зерттеу бойынша бір сұрақ туындаған болса, комментарийға жазып сұраңыз. Мына жақта алдағы уақытта дұрыстап түсіндіретін мәселелер бар өйткені. Мұны қысқаша негізі айтқысы келіп отқандары бұлардың мысалға міне тәзһабуна, міне та харфул мудари, осы шақ келешек етістігінің әрпі, захаба етістігі, захаба бұл етістік, міне вау, бұл фаил, іс әрекет орындаушы. Нун қайтадан аламату раф'i деп келіп тұр. Так, әл-калиматул жадидату, жаңа сөздер, сайяратул уджрати, бұл такси, соффун, қатар, саб ахирун, соңғы. Осымен 13-ші дәріс аяқталды. Келесі 14-ші дәрісі кезгенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мынаны қайтадан айтам. Маған қатты мән бермеңіз. Түсінбей қалдым, айтылмай кетті деген секілді. Бұлар кәдімгідей мынау кітапты бітіргеннен кейін, әжептәуір сөз қорымызды толтырғаннан кейін, және де грамматиканың басқа да тақырыптарын өткеннен кейін асықпай дұрыстап түсіндіретін тақырып. Рафа, насб деген сияқты мәселелерді. Пока что осы жеткілікті, осы дәріс сіздерге жеткілікті болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.